Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде Жаңаөзен ақпарат, студияда мен Бекзат Айтбай, ал мен аңдатпа. Коалиция тобының кезекті кездесуі Аманат партиясы Жаңаөзен қалалық филиалында өтті. Ана серпін әлеуметтік жобасының 5 қатысушысы массаж курсын тегін үйреніп жатыр. Қалалық коалиция мүшелері Өзен жылу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ұжымымен кездесті. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. Коалиция тобының кезекті кездесуі Аманат партиясы Жаңаөзен қалалық филиалында өтті. Партия ардагерлерімен жүздескен ақпараттық топ өкілдері алдағы референдумның маңыздылығын түсіріп, ел болашағы үшін өтетін саяси науқанға белсенді қатысуға шақырды. Толығырақ тілші тарқатады. Бүгінгі жиынға әр салада ұзақ жыл еңбек етіп, ел дамуына үлес қосқан ардагерлер жиналды. Кездесу барысында оларға референдумның мән маңызы кеңінен түсіндірілді. Сондай-ақ ата заңға енгізілетін өзгерістердің барлығы мемлекетіміздің дамуы мен қоғам игілігі үшін жасалып отырғаны айтылды. Біз енді сізге де айтатынымыз, енді сіздер саясатты көрген адамдарсыз, осы жолда жүрген адамдарсыз. 15 наурызы жаңа референдумға барып, жаңа конституцияға дауыс беру өзім шақырамын. Оны қолдайтын себебім президент оның жаңа айтқан 130 адам, мұның ар жағында 2000 адам, мен дейтін, сен тұр, мен атайын дейтін, осы елімізде үлесін қосып келе жатқан ағаларымыз осындай 77 пунктына өзгеріс, 84% өзгертіп, жаңа конституция, преамбула, бұл конституция тек бірінші баптан басталады, 11 тармағымен солай жазылады, 95-30 тамызда. Қазіргі конституция енді ол үлкен ұлттық саяси құндылықтар және елдің дамуына өзінің үлесін қосатын бірден бір құжат болады. Қазақ халқы қашанда қариясын құрметтеп, үлкенін қадір тұтқан. Жаңа реформалар аясында ата-ананы қарттар үйіне тапсыру мәселесіне қатысты да бірқатар өзгерістер қарастырылған. Ардагерлердің айтуынша, бұл бастамалардың барлығы қоғамдағы жауапкершілікті арттыруға септігін тигізбек. Конституция дейтін нағыз біздің тіршілігіміз, ертеңіміз, болашағымыз, міне соған беріп жатқан нұсқаулар, оның ішінде ешқандай теріс зат жоқ. Халық үшін, ел үшін бәрі болсын. Ішінде жазылғандар шамар келсе бәрі орындалады. Сондықтан осы сайлауды қолдауымыз керек. Үй ішімізбен, семьямызбен барып қолдауымыз керек, шамамыз келсе. Сосын айналадағы мына көрші көлемдер, үлкендер болса, әңгімелесіп оларға да жаңағы үгіт насихат түсінік жұмыстарында беріп отырғандар ақыл кеңестерді шамамыз келсе. Кездесу соңында жиынға қатысушылар референдумға белсенді қатысып, ел болашағы үшін маңызды бастаманы қолдайтындарын жеткізді. Әсел Алдашева, Азиз Ембергенов, Жаңаөзен ақпарат. Референдум ел болашағын айқындайтын саяси науқан. Жаңа бастаманың маңызы қандай? Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бүгін номері 4-ші мұнай газ өндіру басқармасының ұжымына түсіндірілді. Қалалық коалиция мүшелері мұнайшылардың сұрақтарына жауап берді. 15 наурызда өтетін жалпыұлттық референдумға ауызбіршілікпен қатысуға шақырды. Жаңаөзен қалалық коалиция құрамында қалалық Аманат партиясының өкілдері, мәслихат депутаттары, қоғам белсенділері, сала ардагерлерінен құралған 35-ке жоқ белсенді бар. Олар 3 топқа бөлініп, жалпыұлттық референдумның маңыздылығын жаңаөзендіктерге жіті түсіндіріп жүр. Ақпараттық түсіндіру шаралары наурыздың 13-не дейін жүргізіледі. Сізде сол жаңа конституция елдің болашағы бей-жай болмайтын болса, өзгерістерге қадам басатындай мемлекет болатын болса, сол конституция өз дауыстарыңызды бересіз деп есептеймін. Себебі өзіңіз білесіңдер, еліміздің президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы бұның тек өзінің ғана шешімі емес, жаңа екі палаталы парламенттің шешімі емес, халықтың таңдауына берді. Референдум дейтін үлкен саяси науқан. Сол 15 наурыз күні әр учаскелерде, әр облыста, әр қалада, әр ауданда, ауылдарда осындай учаскелер жұмыс жасайды, сол біздің әр қазақстандық бар өз дауысын береді. Яғни әр болғанда осы сайлауға қатыса алатын мүмкіндік берілген азаматтар бар, соны дауыс береді. Соған шақырамын баршаңызды. Нөмірі 4-ші мұнай газ өндіру басқармасы қаламыздағы маңызды құрылымдық бөлімшелердің бірі. Ауызбіршілікпен нәтижелі еңбек етіп отырған ұжым елдегі тұрақтылықты нығайтатын референдумда әрқайсының дауысы маңызды екенін жақсы түсінеді әрі қолдайды. Нөмірі 4-ші мұнай газ өндіру басқармасында біздің ата заңымыз референдумды конституцияны қабылдау күніне арналған бүгін үлкен жиын өтті. Енді
барлық әріптестерімді 15 наурызда осы референдумға қатысуға шақырамын. Өзім отбасыммен, балаларыммен сол референдумға міндетті түрде дауыс беруге барамын. Мемлекетіміздің басты құжаты ата заңға енгізілетін өзгерістер заман талабынан туындап отыр. Жаңа конституцияны жазуға комиссиядағы 130 адамнан бөлек 2000-дай адам атсалысқан. 10 мыңның үстінде ұсыныс түскен. Айта кетейік, қала тұрғындары наурыздың 14 күні сағат 18:00-ге дейін өз учаскелеріне барып, өздері туралы мәліметтермен таныса алады. Сәуле Жолманбет, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Қалалық коалиция мүшелері өзен жылу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын ұжымымен кездесті. Мұнда олар конституцияға енгізілген өзгерістер туралы әңгімеледі. Сонымен қатар 15 наурызда өтетін референдумға шақырды. Коалиция мүшелері ата заң баптарының толықтырулары заман көшінен қалмау мақсатында қолға алынғанын жеткізді. Мұнда отбасы құндылықтарына да баса көңіл бөлінген. Әсіресе ата-ананы құрметтеу сынды ұлттық тәрбиемізге басымдық берілген. Бұл ата заң деп айтып тұрғандай, сол еліміздің ең басты құжаты. Бүкіл заңдардың барлығы осы заңнан тарайды. Заңдардың тірегі деп айтсақ болады шындығында. Ел, халық, бүкіл мемлекетіміз осы заңның аясында жұмыс жасайды. Осы заңда бәрі көрсетілген, нақтылап қалай болу керек. Ұлттық құндылықтарға негізделген заң болып, ата заң болып қабылданғалы жатыр. Ұлттық құндылықтарға, қарапайым тілмен айтайын, ұлттық құндылықтарға негізделген тұсы бір жерін айтып өтейін. Ата заңда белгіленген, отбасына байланысты былай дейді: әрбір азамат, Қазақстан Республикасының азаматы өзінің әке шешесін бағуға міндетті. Коммуналдық кәсіпорын ұжымы коалиция мүшелерінің әңгімесін ықыласпен тыңдады. Елдің саяси өзгерісін қолдайтындықтарын да жеткізді. Біз енді дауыс беруге барамыз. Өзіміздің жолдасымыз, бала шағамыз бәрімізде. Ол енді өзіміздің ата заңымыз, өзіміздің бала шағамыз үшін, өзіміздің өміріміз үшін дауыс беруге барамыз. Кездесу барысында ұсыныстар айтылып, сұрақтар қойылып, коалиция мүшелері жауаптарын берді. Сәбит Лұқпан, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат. Ана серпін әлеуметтік жобасының 5 қатысушысы массаж курсын тегін үйреніп жатыр. Олар аз уақыттың ішінде массаж жасаудың түрлері мен тәсілдерін меңгеріп алған. Жоба аяқталғаннан кейін барлығы да жеке кәсіптерін ашуға ниеттеніп отыр. Толқын Байдәулетова ерекше баласының аяққа тұрғызу үшін осы жобаға арнай келген. Себебі баласына ұзақ ем қажет. Ай сайын ақылы қызметті қалтасы көтермейді. Массаж жасауды толықтай меңгеріп, жеке кәсібін ашып қана қоймай, баласына да ем-дом жасауды мақсат етіп отыр. Өте күшті өтіп жатыр. Өзіміз қызығушылығымыз күннен күнге артып, білген сайын біле бергім келіп, әртүрлі массаж түрлерін үйреніп жатырмыз. Мақсатым деген алда сол кабинет ашып, өзім балама да сол массаж жасап, сол мақсатта ғой менікі, өз баламды аяққа тұрғызу. Массаж курсын таңдаған 5 келіншектің де ынтасы өте жоғары дейді жеке кәсіпкер Мұрат Балшықбаев. Өзінің жеке массаж орталығында аналарға массаждың қыр-сырын тегін үйретіп жатқан ол, қатысушылардың болашағынан үміт күтеді. Уақыттарда осы мамандықты игеріп, жақсы маман иесі болуына мен сенемін. Күш-жігерлері, ынта-жігерлері мамандықты игеруге деген қызығушылықтары өте мол, өте жақсы жүріп жатыр. Массаж үйренушілердің практикалары жақсы жүріп жатыр. Енді алдында бұлар теорияларын оқып келген ғой. Өте тамаша бәрі өтіп жатыр. Алдағы уақытта енді бұл жұмысты бастап кетуге болады. Мен сенімдімін. Жақсы игерді деген ойдамын. Ана серпіні жобасының қатысушылары өздері таңдаған бағыттар бойынша белсенді жұмыс істеп жатыр. Наурыздың 13-не дейін практикалық жұмыстар аяқталады. Жобадан кейін де бұл аналар үнемі назарда болады. Жеке кәсіп ашуға ниетті келіншектерге мемлекет тарапынан берілетін қолдауларға қол жеткізу үшін толығымен сүйемелдейміз дейді жоба ұйымдастырушылары. Сәуле Жолманбет, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат. Ардақты аналарға құрмет көрсетілді. Бүгін 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Теңге ауылдық әкімдігі асыл аналарға алғыс айтып мерекелік құттықтауын арнады. Толығырақ тілші жалғастырады.
Мерекелік салтанатты шарада ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосып жүрген нәзік жандыларға құрмет көрсетілді. Ауыл әкімі Жалғас Агисов барша әйелдер қауымын шуақты мерекемен құттықтап, еңбектеріне ерекше алғыс айтты. Сондай-ақ айтулы мерекеде алтын құрсақты аналарға алтын алқа, күміс алқа табысталды. Төл мерекеде құрметтелген аналар шын ризашылықтарын білдірді. Менің бүгінгі марапаттап атқан теңге әкімшілік Агисовқа рахмет айтам. Осындай көктемде құлпырып, әйел қыздарымыз жүздеріне күлкі кетпей жүре берсін. Әрбір ана бақытты болуға лайықты деймін. Аналарымыз аман болсын, ажауқты әжелеріміз аман болсын. Рамазан айымызда құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Жылдан жылға бас аман бауыр өтін жете берейік. Салтанатты шарада Атамұра мәдениет үйі жанындағы шабыт, шалқы би ансамбльдерінің арулары өнер көрсетті. Бишілер нәзік қимылымен әйелге тән әсемдікті бейнеледі. Өнерпаздар ана, әйел, ару тақырыбындағы әндерін шырқап, өлеңдер оқыды. Бүгінгі мерекелік салтанатты шарада осы Теңге ауылына қарасты мектептеріміз бар, балабақшаларымыз бар, тағы басқа да мекемелеріміз бар. Осы Теңге ауылының экономикалық дамуына үлес қосып жүрген аруларымызды Теңге ауыл әкімдігіне марапаттар табысталатын болады, және арнайы сол жандарға арналған мерекелік кешіміз болады. Келіп жеткен аналарымыздың мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аруларымыз бар, жеңгелеріміз бар. Осылай көктемде жайнап құлпырып жүре берсін. Әйел шаңырақтың шаттығы, жанұяның жылуы, үйдің де түздің де тірлігін қатар арқалап берекесін келтіретін де осы ардақты аналар. Сондықтан оларға қай күні қандай құрмет көрсетсе де көптік етпес анық. Әсел Алдашева, Баққали Зияддинов, Жаңаөзен ақпарат. Әрі қарай жақан жаңалықтарына кезек берсек, әлем жұрты оның ішінде қазір қазақта сүйсініп ішетін кофе өндірісі қиындап барады. Ғалымдардың есебіне сүйенсек, аптап ыстық пен ұзаққа созылған құрғақшылық салдарынан 2050 жылға қарай кофе өсіруге қолайлы аумақтар 50%-ға дейін тарылады. The Guardian басылымының жазуынша климаттық қысым миллиардтаған доллар шығын әкелуі ықтимал. Кофе өндірісінің шамамен 75%-ын қамтамасыз ететін Бразилия, Колумбия, Эфиопия, Индонезия және Вьетнам кейінгі жылдары аптап ыстықтан көз ашпай отыр. Ал сынап бағанасы 30 градустан асса, өнімнің шығымы азаяды, сапасы да төмендейді. Бұдан соң мұндай сусынға сұраныс көп болмайды. Швеция билігі туристерге аралдарын тегін таратып жатыр. Туристік акция аясында 5 арал 1 жылға ақсыз беріледі. Жобаға 18 жастан асқан кез келген мемлекеттің азаматы қатыса алады. Олар арнайы бейне жазба түсіріп, Қазылар алқасына архипелаг қорғаны атағына не себепті лайық екенін түсіндіру қажет. Бір ескертетіні, байқауға миллиардерлердің қатысуына тыйым салынған. Ерекше бастаманы экотуризмді дамыту және Швецияның табиғи мұрасына назар аудару мақсатында елдің ұлттық туроператоры іске асырып жатыр. Айта кету керек, Швеция әлем бойынша ең көп аралға ие мемлекет. Мұнда 267 мыңнан астам арал бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман сау болыңыздар.